Әр адамның өмір жолы ерекше. Әр қадам үлкен тарих. Менің өмірім де қарапайым отбасынан басталып, арманға жетелеумен жалғасып келеді. Мен 1997 жылы 14 шілдеде Жезді ауданында дүниеге келдім. 3 айлығымда ата-анам Жезқазған қаласына қоныс аударды. 2004 жылы 13 мектептің табалдырығын аттап, білімге деген құштарлығымды дәлелдей бастадым. Озат оқушы, белсенді, көшбасшы болдым. Қалалық, облыстық, республикалық сайыстарда жеңімпаз атандым. Мектепті үздік аттестатпен аяқтадым. Арманым мені Жезқазған университетіне алып келді. Студенттік жылдарымда да белсенді болдым. Түрлі сайыстарға қатыстым, арқа аруы атағына ие болдым. Балалық арманым мені телеарнаға жетеледі. Дидар телеарнасында диктор болып жұмыс істеу менің ең алғашқы кәсіби тәжірибем болды. Ал өмірімнің ең қымбат сыйы студенттік шағымда өмірлік жарымды кездестірдім. Бұл менің тағдырымдағы ең үлкен бақыт. Біздің өмір жолымыздағы ең қымбат сый ата-ана атану. Бұл бізге шыдамдылықтың, сенімнің, махаббаттың күші бәрінен мықты екенін дәлелдеді. Декретке шықсам да бос отыра алмадым. Себебі мен әрдайым ізденісте жүретін, жаңашылдықты жақсы көретін адаммын. Сәбиім небәрі 3 айлық болса да, мен тәуекелге бел буып, 80 шаршы метр жерді жалға алдым. Ана мен балаға арналған перзентханаға дайындық дүкенін аштым. Саудада тәжірибем жоқ еді, бірақ сенім мен еңбектің арқасында кәсібім дөңгелеп кетті. Бұл маған бір нәрсені дәлелдеді. Мүмкіндікті күтудің қажеті жоқ. Оны өз қолыңнан жасау керек. Уақыт өте келе көп күттірмей екінші жүктілік басталды. Бұл өмірімнің ең бақытты кездерінің жалғасы еді. Бірақ тағдырдың жазғаны басқа болды. Балам ішімде 7 айлық болғанда, қос қанатының бірі қайырылып, әкем өмірден озды. Бұл менің өмірімдегі ең ауыр сәт болды. Сол кездегі жан жарасын сөзбен жеткізу мүмкін емес. Бірақ мен оның аманатын жүрегімде сақтап, күштірек болуға тырыстым. Өйткені өмір тоқтап қалмайды. Алдыда мені әлі де үлкен сынақтар мен қуаныштар күтіп тұрды. Аллаға шүкір, көптен күткен балапаным аман-есен дүниеге келді. Ол менің өміріме шуақ болып, жүрегіме қуаныш сыйлады. Осы сәт мені қайта жігерлендірді. Жүрегіме үміт сыйлап, орнымнан қайта тұрғызды. Өміріме мән, жүрегіме күш берген менің балапаным болды. Бірақ ең қызығы алда екенін білмеппін. Балам 2,5 айлық кезінде 3-ші сәбиіме аяғым ауыр екенін білдім. Бұл мен үшін күтпеген сәт болды. Не жыларымды, не қуанарымды білмедім. Дәрігерлер бұл жүктілігіме қарсы болды. Алдырт деп ойымнан айнытуға тырысты. Бірақ мен жүрегіммен шешім қабылдадым. Босанамын деп бел байлап, барлығын бір Аллаға тапсырдым. Алла қолдап, барлық қиындық артта қалды. Сәбиім аман-есен өмірге келді. Бұл мен үшін өмірімнің ең үлкен жеңісі, аналық махаббаттың ең биік шыңы болды. Мен декретте ұзақ отыра алмайтын адаммын. Декретте отырмын деген жай аты ғана. 3 баламды аман-есен өмірге әкеліп, қайтадан жұмысқа кірістім. Қаламыздағы денсаулық колледжіне оқытушы болып жұмысқа шықтым. Сонымен қатар декретте отырып, балалар мен ересектерге арналған ораторлық өнер курсының методикасын дайындадым. Жобамды оқыту орталықтарына ұсынып, оқушылар мен ересектерге ораторлық өнерден сабақ бере бастадым. Бұл менің жаңа арманымның бастамасы болды. Жігітке жетөнер де аз дейді, ал мен бұл мақалдың мағынасын өз өміріме бейімдедім. Оқытушылықпен қатар тойларға шығып, салтанатты түрде неке қию рәсімін жүргізе бастадым. Бұл жұмыс маған қуаныш сыйлады. Себебі әрбір жас жұбайдың бақытына куә болу үлкен жауапкершілік әрі құрмет еді. Үйде де бос отырмаймын. Онлайн медиатор қызметін ашып, несиесін төлей алмай қиналған жандарға көмек көрсетемін. Бұл іспен айналысу арқылы адамдарға пайда әкеліп, өзім де табыс табудамын. Осылайша, мен бір сәтке де тоқтап қалмай, әрдайым жаңа мүмкіндіктерге жол ашып келемін. Өмірде барлығы мінсіз бола бермейді. Отбасым, кәсібім, жұмысым жақсы жүріп жатса да, 3 баланы қатар босанғаннан кейін келбетім қатты өзгерді. Мен тола бастадым. Түріме көңіл толмай, айнаға қарағым келмейтін сәттер болды. Өзімді жоғалтып алғандай сезіндім.
Бұл мен үшін үлкен ішкі күрес кезеңі еді, бірақ дәл осы сәт мені жаңа бір шешім қабылдауға жетеледі. Сол кезде абысынының қаламыздағы Ая салауатты өмір салтын ұстанатын Гербалайф клубына барып жүргенін және жақсы нәтижелерге қол жеткізгенін естідім. Көп ойланбастан мен де қадам жасап көруге бел будым. Бұл менің жаңа өмірге деген алғашқы қадамым болды. Аллаға шүкір, Аяна ханымның жетекшілігімен небәрі 1,5 айдың ішінде 12 килограмм салмақ тастадым. Мен қайтадан өзімді таптым. Айнаға күлімдеп қарай бастадым. Өзіме ұнап, өзімді жақсы көре бастадым. Бұл тек дене бітімінің өзгеруі емес, рухани жаңғыруым болды. Сенім мен еңбек бәрін өзгертетін тағы да дәлелдедім. Өмірім өзгере бастады. Өз-өзіме деген сенімділігім артты. Бүгін мен өткен жолымнан сабақ алған, қиындықты жеңіп, жаңа белестерге қадам басқан адаммын. Сол сенімділіктің арқасында, міне, мен сіздердің алдарыңызға шығып, осы сайысқа қатысып отырмын. Бұл тек өзім үшін емес, мен сияқты талай жанға мотивация болсын деген арманым. Өмір сынақсыз емес, бірақ сенім болса, алынбайтын асу жоқ. Менің өмір жолым қарапайым отбасынан басталған үлкен арманға жетелеген тарих. Қиындықсыз жеңіс болмайды, ал сынақсыз өмір болмайды. Ең бастысы өзіңе сену. Аллаға шүкіршілік ету және ешқашан мойымау. Мен осы сенімнің арқасында сіздердің алдарыңызға шығып отырмын.